Сәлем, бүгін гречневый суп жасаймыз. Гречкадан суп. Ол үшін бізге картошка, пияз, сәбіз және ет қажет болады. Оларды жақсылап сыртын ашып, тазалап, жуып, видеодағыдай етіп, барлығын кубик етіп тураймыз. Сәбізді мен майдалап турадым, себебі балалардың жеуіне жақсы. Көп балалар сәбіз жемейді. Осы сәбізді майдалап қосып жіберсеңіз, көженің ішінде білінбей кетеді. Дәл осылай видеодағыдай етіп турап аламыз барлығын. Және де қызып тұрған қазанымызға кішкене ғана майымызды қосып, пиязымызды қызартып турып, онан соң етімізді салып, жақсылап турамыз. Онан соң картошка, сәбізімізді салып турамыз. Және де томатымызды салып, қызартқанша турып, суымызды құйып, 1 сағаттай қайнатып аламыз. 1 сағаттан соң гречкамызды жақсылап жуып тазалап, көжемізге қосатын боламыз. Жай отта және де дайын болғанша қайнатамыз. Гречневый супымыз дайын, өте жеңіл, ауызашарға өте жеңіл, дәмді тағам. Жасап көріңіздер, ас болсын. Әсіресе балалар жақсы жейтін болады. Ас болсын.